Армысыздар, қазақ туран елі. Бүгін осы бейнені Тоқаевқа тағы да үндеу жасап, полиция қызметкерлерге де тағы да үндеу жасап жатырмыз. Мен осы әлеуметтік желіде қарап тұрмын. Әке шешелері жылап тұр, өз балаларын қазір қорқып, олардың өмірі үшін қорқып отыр. Полицияда отырған жастар, қазақтың жастары, балалары қазір оларға полиция қызметкерлер өте жаман қастандық, кедергі жасап жатыр. Азаптау, сойып, тепкілеп, үтікті алып, күйдіріп денені. Осы нақты фашистердің істері ғой. Нақты фашистердің қылмыскері. Кезінде фашистер осылай халықты қинаған, азаптаған, өлтірген, пытка жасап. Тоқаев, сен халықтан кек алып жатсың ғой. Қазір мен осы қарап тұрмын, сен Тоқаев оңбағансың сен. Кек алып жатсың сен қазақ жастардан, қазақ балалардан. Құдайдан қорқышайш. Өз халқын осылай қинатып, азаптауда жасаған нәрсе ол қылмыс. Анау Ресейдің әскерін әкеліп, қазақ халқына қарсы қойып, қазақтарды автоматпен атып, оларды террорист, ланкестер деп осы өтірік айтып олар үшін, олар нақты патриот, ұлтжанды адамдар. Оларға саяси өзгеріс керек болған. Тоқаев, болды, жетер. Қалай қорқпайсыңдар? Егер келешекте халық тағы да көтеріліс жасаса, басқа болады, басқаша болады. Сендер өзіне қарай, полиция қызметкерлер, сендер де қазақ халқының балаларысыңдар ғой. Қалай аямай осылай, фашистердің істерін жасап жатсыңдар өз халқына. Ешқандай ланкестер жоқ, ешқандай террорист жоқ. 20 мың террорист өтірік ол. Провокаторлар болған. Ұлттық қауіпсіздік комитетін бақылап, осы террористерді қаржыландырып, көмек жасап, сосын осылай іріткі жасап жатыр. Полиция мен халықты қарама-қарсы қойып, болды, жетер, Тоқаев. Өз қазақ халқынан кек алма. Бітті. Билік мәңгі емес. Назарбаев 30 жыл отырып биліктен кетіп қалды, Ұятпен, позорник. Ұятпен кеткен. Ал сен билік көп уақыт ұсталамасаң, байқа, Тоқаев. Керек емес солай жасауға. Халықтан кешірім сұра. Анау тұтқында отырған қазақтарды бостандыққа жібер. Мен осы қарайым осы бейнелерді. Жүрегім ауырады. Жаным ашиды. Қалай өз халығын осылай қинатып, фашист істерді жасап, нақты қылмыс қой. Полиция, сендерде де балаларым бар, қарындастарым бар, туыстарындар бар, туыстарым. Оларға қалай көзге, қалай қарайсыңдар? Ұят емес пе? Сендер құқық органдардың қызметкерлерсіңдер. Сендер халыққа присяга, ант бергенсіңдер. Қазақ халқына қызмет етуге. Ал қазір сендер не істеп жатсыңдар, не жасап жатсыңдар? Ол нақты қылмыс. Тоқаев, не үшін Ресейдің әскерін әкелдің?
Осы террорист болмады. Осы қазақ елінде террорист жоқ, болмаған жоқ. Қазақ қарапайым халық, өте осындай мейірім халық. Неге солай жасайсыңдар? Тоқаев, болды, жетер. Жетер, өз қазақ халқын қинатып осылай. Халықтан кек алып. Халықты жай осылай отыр үндемей. Бірақ бәрін қарап атыр ғой, бәрін қарап атыр ғой. Тоқаев, байқау керек. Менің есім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының жетекшісімін. Саяси оппозиция саясаткермін. Өкінішке орай осындай ауыр жағдай, өте қиын жағдай. Саяси тұтқында отырған қазір көп. Алматы қаласында, Талдықорған, Тарас, Қызылорда, Ақтаудың көсімі Амин Елеусинов жоғалып кеткен. Олды қайда қазір, Тоқаев? Оның тағдыры қайда? Мәлімет беріңдер бізге. Ал анау, анасы Талдықорған тұрғыны Идрисов Ербол Саматұлы, оған қастандық жасап, азаптау жасап, үтікпен оны күйдіріп, денені күйдіріп, ол нақты қылмыс. Сосын қарапайым қазақ халқы, бауырларым, сендер осы азаптауды өтіп, түрмеде отырғанда бүкіл 146 баппен қазір прокуратураға барып арыз жазыңдар. 2 экземплярмен 1 экземпляр прокуратураға жазасыңдар. Осы полиция қызметкерлері қандай қастандық сендерге, қандай азаптау, қандай жасаған, оны бәрі қазір арызға жазып, бәрі түсіндіріп, фамилиясы, есім бәрі, тегін бәрі айту, жазу керек сол арызға. Сосын бәрібір прокуратура қабылдайды. 2 экземплярға сізге штамп қояма, талон береме, оны қалтырыңдар. Арыздың экземплярын қалтырыңдар. Келешекте бәрібір билік өзгереді. Бәрібір демократия билік келеді, билікке. Құдай қаласа. Сосын бәріміз, біз Польшада сияқты осылай. Кім сіздерге қылмыс жасаған, осы азаптау жасаған, қастандық, осы полицияда отырған, қызмет еткен қылмыскерлерді бәрібір жазаға тартамыз. Уақыт келеді. Полиция қызметкерлер қалай оны түсінбейсіңдер сендер? Биліктің уақыты осы, авторитарлық саяси жүйесінің билігін қазір, ол бәрібір кетеді. Ол бәрі мәңгі емес. Мәңгі емес. Ресейді, Путинді көмектеспейді сендерде. Келешекте Путин де кетеді, Лукашенко де кетеді. Сосын не болады? Халықпен қаласыңдар. Осы қастандық, азаптау жасаған халыққа. Осы халықпен қаласыңдар, полиция қызметкерлер. Оны қалай түсінбейсіңдер? Осы YouTube каналымызға жазыңыз. Комментарий жазыңыз. Таратыңыз, WhatsAppқа таратыңыз, Телеграмға. Бәрі қазақ елі көрсін, қарасын, Тоқаев қарасын. Ішкі істер министрі Тұрғынбаев қараңдар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Алдабергенович деген Сагимбаев осы қарасын. Бас прокурор қарасындар, қараңдар. Қалай сендер қазақ ұлтына, қазақ халқына осылай азаптау жасап, кедергі жасап, құдалау жасап, ол нақты қылмыс қой. Адамзатқа қарсы қылмыс қой ол. Қазақ Туран елі, алға!